сіздерді келіп жеткен 1 қазан қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы мерекені қалай бастап жатсыздар? Мен 1967 жылы оқу бітіргеннен еңбек жолымды совхозда шабандықтан бастадым. Одан кейін армияға барып алғашқы әскери мектепте алғашқы әскери дайындық пәнінен сабақ бердім. Одан кейін техникум бітіріп Жаңгелді совхозында зоотехник ферма басқарушы болып жұмыс атқарып, 1996 жылы совхоз тарағаннан Миязидасыға осында орналасып, Қарал мектебінде жұмыс істедім. Қазір зейнеткермін. 1 қазан қарттар күні құтты болсын. Сол зейнеткерлік жемісін жеп, зейнеткеріміз алып, бала-шағамыздың арасында немере жиеніміздің арасында жүріп жатырмыз. Бүгінгі қарттар 1 октябрь қарттар күні құтты болсын бәріне. Бүгін енді еліміз бойынша үлкен мереке, еліміздегі барлық қарттар осы мерекені отбасыларында, бала-шағаларының ортасында әдемі қарсы алып жатыр. Мен де атасы екеумізді жан-жақтан балаларымыз құттықтап, немерелеріміз сыйлықтар тапсырып, мереке өте әдемі өтуде. Енді еңбек жолымды ұстаздықтан бастап 40 жылдан астам еңбек еттім. Қазір осы зейнеткерлік демалыстамын. Дегенмен де арасында оқушыларға, соның ішінде үйдегі немерелеріме қазіргі қашықтан оқытуға байланысты ұстаздық көмегімді беріп, сабақтарын жақсы меңгеріп кетулеріне атсалысып отырмын. Мереке құтты болсын бәріне.